Ерте-ерте көне заманда Көктала деген әсем өлкөде Айсұлтан атты зерек бала өмір сүріпті. Ол ауылдағы ең алғыр, ең ізденімпаз бала екен. Әжесі оған үнемі білім іздеген тас жарар, жол іздеген аш жарар деп айтып отырады екен. Бір күні Айсұлтан өзен жағасында серуендеп жүріп, жарқырап жатқан бір кішкентай тас тауып алады. Тастың бетінде айдың сәулесіндей жұмсақ нұр бар екен. Бала оны қолына алып қалғанда тас сыбырлай сөйлеп қояды. Мен жай тас емеспін, жарық тас дегін. Иемді тауып алсам, оған бір ғана мүмкіндік беремін. Берем дейді. Айсұлтан таңғалып, қандай мүмкіндік деп сұрайды. Жүрегің таза болса, қалаған арманыңның бірін орындай алам дейді жарық тас. Айсұлтан біраз ойланып тұрады. Ол дүниенің бар байлығын сұрай алар еді. Үлкен сарай немесе алтын күміс сұраса да болар еді. Бірақ ойына ауылдағы ескі құдық түседі. Ол құдық көп жылдан бері су бермей, халық қиналып жүрген еді. Мен бір ғана тілей алам. Сол тілегім жеке ауылымызға су қайтып келсін. Жарықтас жарқ етіп аспанға көтеріліп кетеді де, аспанды жеңіл бұлт қаттайды. Көп ұзамай нөсер емес, жұмсақ қоңыр жаңбыр жауып өтеді. Ертеңіне ауыл адамдар таңғалып қарайды. Құдықтағы су мөп-мөлдір болып қайта толыпты. Ауылдың ақсақалдары Айсұлтанды батыр бала деп мақтап, алғыстарын айтады. Бірақ Айсұлтан: Бұл менікі емес, жүректегі ақ тілектің күші. Жарықтас болса сол күннен кейін көрінбепті. Кек түнде ай шыққанда құдық суының бетінде жеңіл жарқыл байқалатын болыпты. Жүрегі таза бала өткен деген белгісі секілді. Сөйтіп Айсұлтан ауылын сусыздықтан құтқарып, елдің батасын алыпты. Ал Көкталада сол күннен бері жақсылық жасасан, жарық жол ашылады деген сөз қалыпты.